Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Biz An-Nuqoya atты Hanafi fiqh masalasine қатысты жазылған шағын fiqh kitabын оқудамыз. Бүгінгі дәрісіміз иленген теріге байланысты болмақ. Wa kullu ihabin dubiga, барлық жануардың терісі иленген жағдайда tahura, таза болады. Осындағы ихаб деген сөз иленбей тұрғанда иленбеген хайуан терісін айтамыз. Wa kullu ihabin dubiga tahura, қандай да болмасын бір хайуанның терісі иленген жағдайда ол таза болып есептелінеді. Мейлі еті желінетін хайуанның терісі болсын, мейлі еті желінбейтін хайуанның терісі болсын, иленгеннен кейін, өнделгеннен кейін ол тері таза үкімінде. Мысалы, жыртқыш хайуандардың терісін мысал ретінде айтсақ болады. Қасқыр, аю, тағы да басқа, немесе арам өлген қойдың терісі, осындай терілер иленген жағдайда арнайы өңдеуден өткеннен кейін таза болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде «Иза дубиға лихабу», тері өңделген болса, иленген болса, «Фақат тахура», ол тазарған болып есептелінеді дейді хадисте. Ары қарай оқимыз. «Илля жилдал хинзири уал адами». Бірақ доңыздың терісі мен адамның терісі басқа. Яғни доңыздың терісі қанша иленсе де таза болып есептелмейді. Өйткені доңыз нәжәсул айн, яғни өзінің болмысы, табиғаты тұла бойы нәжіс ретінде саналады. Ислам діні бойынша шошқа. Құран кәрімде «Аулахма хинзирин фа иннаху риджсун» деген шошқаның еті де болмайды, шынында ол лас делінеді Құран кәрімде. Мына осыдан келіп шығады, доңыздың болмысы, табиғаты, тұла бойы нәжіс. Ал енді адам терісі де қолданбайды. Адам баласы жаратылыстардың ішіндегі ең ардақтысы, сондықтан да оның өміріне қауіп төндіру үлкен қылмыс. Нақақтан нақақ қан төккен адамға ислам дінінде қысас жазасы қарастырылады. Енді бұл жерде адамды да деп айтып кеткенінің себебі ислам дініндегі адам баласының ерекше қадірін, өзге жаратылыстардан деңгейінің ислам дінінде биік екендігін бәріне анық. Міне ғалым да осы жерде осыны көрсету мақсатында адамды да тілге алып отыр. Ары қарай оқимыз. «Вама тахура жилдуху биддибағи», илену арқылы тазаратын хайуанның терісі, тахура бидзакати, оны бауыздау арқылы да, хайуанды бауыздау арқылы да терісі тазарады. Терісі илену мүмкін болмаған, қаны бар, жанды нәрселерді бауыздау арқылы да терісі тазармайды. Мысалы, тышқанның терісін илеу мүмкін емес, демек оны бауыздау арқылы да терісі тазармайды. Жылан да солай. Илену арқылы тазаратын хайуанның терісі, оны бауыздау арқылы да терісі тазарады дедік. Мысалы, иттің терісін илеу арқылы, өңдеу арқылы тазартуға болады. Демек, бұл итті бауыздау арқылы да терісі тазарған болып есептелінеді екен. «Ваказа лахмуху», осы сияқты оның еті де тазарады. Мысалы, итті бауыздасақ, иттің терісі таза үкімінде есептелінеді. Сол сияқты еті де таза үкімінде саналады екен. «Ва инлам юкал», еті желінбесе де. Яғни, ол етті жеуге болмайтыны анық, бірақ оған қосымша лас па, жоқ па, сол мәселенің қарастыруда. Егер бауыздалған болса ит, оның еті жеуге келмегенімен нәжістер қатарынан еті саналмайды. Тағы бір мысал беретін болсақ, қасқырды бауыздап терісін алғаннан кейін оның етіне бір бөлшек кесіп алып қалтаға салып қойса, намаз оқыса, намаз дұрыс. Себебі ол бауыздалып отыр. Еті жеуге келмегенімен, етін жеу харам болғанымен ол ет нәжіс емес. Ал бауыздалмай жай өлген қасқырдың терісі иленгеннен кейін ғана тазарады, бірақ еті лас. Фиқ ғылымында әр нәрсені осылай егжей-тегжеймен үкімін қарастырып отырған ғалымдар. «Уәмәлә фәлә», илену арқылы терісі тазармайтынның бауыздау арқылы да тазармайды. «Уәмәлә фәлә» дегендегі мағынасы осы. Мысалы, тышқан терісі илеуге келмейді. Демек, оны бауыздасақ та терісі нәжіс үкімінде. Жыланның да сондай, жыланның да терісі илеуге келмейді. Ал енді жыланды бауыздаса да оның терісі нәжіс үкімінде қала бермек. «Уәмәлә фәлә» дегендегі мағынасы осы. Ары қарай оқимыз. «Ва ша'рул майтати», өлексенің жүні, қылы, «Ва синнуха»,
тісі, ва асабуха, тарамысы, тахирун, таза. Арам өлген қойдың жүнін қырқып алсақ болады, себебі ол жүні таза. Өлген хайуанның тісі, мысалы қасқыр өліп қалды делік, оның тісін алса, тісі таза. Тарамыс дегеніміз малдың жіліншік сіңірлерін кептіріп, соның талшықтарынан ширатқан етік және тағы басқа нәрсе тигетін мықты жіпті айтылады негізінде. Ал негізгі тарамыстың мағынасы бұлшық еттерді сүйектерге байланыстырып тұратын созылмалы мықты талшықты айтады. Тағы да басқа осы сияқты сезімталдығы жоқ, жанды емес ағзалардың барлығы өлген хайуандікі таза. Шашта жанды жер емес, шашты қиса, яғни шашты қиса ауырмайды еш. Өлген құстың тұмсығы, тырнағы, тұяқ бұлардың бәрі негізінен жансыз жерлер. Өлген хайуанның осындай тірісінде жансыз болған жерлерін өлгенде де қолдануға болады. Пайғамбарымыздың жұбайы Умму Саламадан жеткен бір хадисте өлген хайуанның иленген терісін қолдануға болады. Және оның жүні, қылы, мүйізі егер сумен жуылған жағдайда қолданысқа жарамды деген екен хадисте. Хадис Байхақида риуаят етіледі. Ваказал инсану, адамның да шашы, тісі, тырнағы, тағы да басқа осындай ағзалары таза. Бүгінгі фиқ дәрісіміз осымен аяқталды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.